достар, сіздермен бірге мен Салтанат Мәдениет. Менің тоқыма каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін осындай әдемі пинеткидің тоқу үлгісін үйрететін боламын. Менімен бірге болып соңына дейін көріңіздер. Бұл пинетки 0 жастан бастап 1 жасқа дейін жүреді. Өте оңай, тек оң және теріс үлгіні тоқып білсеңіз болғаны. Ал егер оны да білмей жатсаңыз, менің каналымда мүлде тоқып көрмеген қыздарға арналған сабақтар бар. Сол сабақтарды көріңіз. Пинеткіміз осылай резинадан тұрады. Асты табаны тегіс, өкше жағы үшбұрышталып келген. Пинеткінің табанының ұзындығы менде 10 сантиметр. Үлгі бойынша бұдан үлкен етіп те алсаңыз болады. Резинасын осылай ашып қоюға немесе бүгіп қоюға, қайтаруға да болады. Ал ендеше қыздар, сәттілік, менімен бірге пинетки тоқып үйреніңіздер. Және де ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып, жақындарыңызбен бөлісе кетіңіздер, колокольчик басып қойыңыздар. Менің әрбір жаңа сабақтарым сіздерге көрініп отыру үшін. Ал сәттілік қыздар. Ал ендеше ілмектерімізді іліп бастайық. Менде жіп ализе және 2 спицейді аламыз. Негізі 3 қажет болады. Ал жіпті бастауға 2 спицейімізді алып, жоғары ілмекті алып, бас бармақпен және сұқ саусақтың астынан өткіземіз. Осылай біз 32 ілмек іліп алуымыз керек. Менде осы, по-моему, екінші сабақ осы ілмек ілу деп аталынады. ютубтағы сабақтарым ішінде қарап өтсеңіз болады. Осылай 32 ілмек іліп аламыз. Егер сіз 1 жастан үлкен, 2 жасқа немесе 1,5 жасқа алсаңыз, 34-36 ілмек алсаңыз болады. Енді мінекей ілмектерімізді іліп алдық. Менде общий 32 ілмек. Енді ары қарай бірінші ілмек постоянно просто ілініп алады, білесіз, кромочный. Одан кейін келесі екінші ілмектен бастап оң және теріс аламыз. Бұл бізде резинасы. Теріс, оң, теріс, оң. Осылай шамамен өзіңізге керек мөлшердегі биіктікке дейін тоқып аласыз, тек оң теріс. Мен шамамен 8 сантиметр биіктікте тоқитын боламын резинаны. Осы қатарды көрсетейін. Өте оңай, қатардың соңына дейін көрсете кетейін қазір. Теріс, оң, теріс, осы оң теріс сабағы да бар менде. Ютубта, по-моему, 4-ші или 3-ші сабақ болу керек. Соңғы ілмек, жоқ қазір. Теріс. Соңғы ілмек постоянно ол теріс тоқылады. Енді екінші қатар. Бірінші ілмек просто ілмек алынды. Одан кейін міне уже көрініп тұр менде оң екендігі. Оң ілмек, одан кейін теріс ілмек. Ары қарай жалғастырып кете береді осылай. Теріс. Осылай тоқи бересіз. Шамамен 8 сантиметр болған кезде биіктігі ары қарай тағы көрсетеді. 8 сантиметр биіктікте осылай тоқып алыңыздар. Мінекей достар, мен биіктігін резинаның 8 сантиметр етіп тоқып алдым. Осы маған жеткілікті. Енді мен тек оң тоқитын боламын. Оң 6 қатар тоқимын. Резина ғой, мысалы оңында теріс ілмектерде барлығын оң тоқимыз. Және де келесі екінші қатарға өткен кезде тоже солай оң тоқимыз. Және де қазір екінші қатарға өткен кезде, екінші қатарға өткен кезде тоже ары қарай оң тоқып бересіздер. Солай біз оң 6 қатар тоқып аламыз. Ал ендеше қыздар, 6 қатардан кейін сәттілік. Мен мінекей достар, 6 қатар тоқып алдым оң ілмекпен.
осындай болып шығу керек. Одан кейін менде общий 32 ілмек, соның 11-ін мында, ортада центрда 10 ілмек, одан кейін 11 ілмек. Екі жағындағы ілмектер бірдей болу керек, ол міндетті түрде. Ортадағы ілмекті өзіңіз қалауыңызша қоясыз. Егер бұдан кішкене размерде тоқысаңыз, мысалы мында 8, мында 8 деген сияқты болу керек. Так, келесі бізде бастаған жібіңіз сіздің оң қолыңызда тұратын болса, онда мынау алды деген сөз, иә? Так, келесі 6 ілмекті, 11 ілмегімізді тоқып аламыз. Бір ілмекті тоқып алдық. Енді бұны шығарып, ақырындап шығарып, мынандай иненің көмегімен қосымша жіпке өткізіп аламыз. Біз пока что екі жағын тоқымаймыз, ортасын, алдын тоқимыз. Неге? Бұны байлап қою керек. Маркерді алып тастасақ болады. Қажет жоқ. Енді ары қарай ортаны тоқимыз. Так, мына бірінші ілмекті мен бұлай іліп алатын болам. Просто тоқымаймын, просто іліп алам. Себебі мына жақты тартқан кезде тартылып қалуы мүмкін. Сондықтан. Так, ортадағы 10 ілмекті тоқып жатырмын мен қазір. Мына соңғы жаңағы өткізген ілмекті шығарып тастаймыз. Енді мына 11 ілмекті тағы да қосымша жіпке өткізіп аламыз. Одан кейін мына алдыдағы ілмектерді тек қана оң тоқимыз. Мінекей мына жақты да өткізіп алдым қосымша жіпке. Енді бірінші ілмек просто іліп аламыз и теріс тоқимыз. Мына бетінен сіз теріс тоққан кезде мына жағынан оң болып көрінеді. Алдынан қараған кезде біздің алдыңғы носкиміздің алды оң болып тұру керек. Оң тоқылған болып көріну керек. Так. Іш жағынан тоққан кезде теріс тоқып жатырмыз. Ал мына жағынан тоққан кезде алдынан, бұл бізде алды мінекей. Алдынан тоққан кезде оң тоқисыздар. Бірінші ілмек кромочный постоянно іліп аласыз. Оны уже білулеріңіз керек. Менде осыған байланысты мастер-класстар бар, көрсеңіз болады. Так, соңғы ілмек теріс, е. Так, келесі үшінші қатар мына жақтан жаңағыдай теріс тоқисыз. Одан кейін былай қарай оң. Осылай сіз 16 қатар тоқисыз. 16 қатардан кейін жолғатын боламыз. Мінекей қыздар, мен 16 қатар биіктікте тоқып алдым. 16 қатар. Енді мына жерден ілмек жіпті кесіп алып тастайым. Бұл жіптің маған енді қажеті жоқ, кейін жақсылап ішке қарай жасыратын боламыз. Ал қазір мына жерде так бізде көріп тұрсыздар, е? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ілмек. Мына жерден қоссаңыз 8. И мына жерден тағы біреу қосып аламыз. Себебінде бізде тесік қалып қалмау керек. Егер бұл жерден қосып алмай былай қарай жалғастыра беретін болсақ, мына жерде тесік болып қалады. Сол үшін мына шетінен және мына шетінен бұрышынан осылай екі ілмекті бірге алып жіп қосып аламыз. Так. Новый жіпті аламыз. Бірінші ілмек, одан кейін так. 2, одан кейін так. Бұлайынан
көрсетейін да. 3. Так, одан кейін келесі міне 4. Мына бірге аламыз. Оң ilmek болып көрініп тұр сізге. Осыны 5. 6. Так, мен былай ала берейін. Потому что маған осылай ыңғайлы. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8. 9. Енді мына жақты жалғастырып тоқимыз. Ары қарай. Мында бізде 10 ilmek бар, я? Осы 10 ilmekті бір жағын тартып қойыңыз. Кескен жаңағы жібімізді 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Мына ilmekті оң аламыз. Біз жаңа соңғы аяқтаған ilmekті теріс болса, қазір оң аламыз. 11 ilmek тоқылды. Енді мына бетін тоқимыз. Бұл жақтан да 9 ilmek алынады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И мына бұрышынан біреу 9 болады. Бірінші ilmek, екінші ilmek, үшінші ilmek, төртінші ilmek, 5. Тура мына прямо екеуінен бірге өткізіп аласыз былай. Былай біреуінен ғана болмайды, екеуінен бірге. 7, 8. И мына бұрышынан мына жердегі тесік қалып қалмас үшін 9. Дұрыс па? 9. Енді мына жердегі жіпті біз босатып, қосымша бізге өткіземіз. Үшінші специяға. И осыны ары қарай оң до конца былай қарай тоқимыз. Ары қарай мына жіппен жалғастырып. Қыздар, неге жаңағы неше ilmek еді менде мына жақта? 12 ма, 11 ма? Сол ilmekті соңына дейін тоқыдым оң. Одан кейін біткеннен кейін міне уже келесі қатарға, екінші қатарға бастадым. Тоже оң. Ары қарай тек оң тоқимыз. Мына бетінен де оң тоқимыз. Сонда бізде мына жақ сияқты болады. Мынандай оң теріс болып ары қарай жалғаса береді. Осылай ары қарай оң до конца жалғастырасыздар. Вот былай тоқып әкеліп, оң тоқып әкеліп, мына жерде бізде тағы 11 ilmegimiz бар, я? Осыны специяға өткізіп алып, осыны ары қарай до конца оң тоқисыздар. Неге мен қыздар жаңағы ilmekті өткізіп алдым да, соңында қызыл жіпте тұрған ilmekтерді оң тоқыдым, как обычно жалғастырып, и былай аударған кезде осылай болып шығады. Енді ары қарай тағы да солай оң тоқи бересіздер. Осылай до конца. Мен мына жерде примерно деп ортасынан өстіп екі специяға бөліп алдым. Шамамен бір 8 қатар тоқисыз қазір. Сол 8 қатардан кейін табанын тоқитын боламыз. Сол кезде тағы да көрсетемін. Қазір 8 қатар тоқып алыңыздар. Тек қана оң. Неке мен қыздар 8 қатар тоқып алдым. 8 қатардан кейін мында мен маркер белгіледім. Маркер не үшін? Мына жақта бастапқыда бізде 11 ilmek болды. 11-ден кейін біз мына жерде 9 ilmekті қостық общий. Сол 9 ilmek. Яғни общий мына жақта 20 ilmek. И мына жақтан бастап санағанда 20 ilmekті осылай маркермен белгілейміз. Сонда ортасында бізде 10 ilmek қалады. Яғни мына басындағы 10 ilmek қалады.
қазір біз осыны тоқитын боламыз. Ол үшін астын бекітетін боламыз. Ой, жоқ, терісімен шығып кетті ғой. Так, оң тоқимыз қазір. И маркерді өткіземіз. Мына екінші маркерге дейін специяны ала тұрамын. Мен пока қажет жоқ. Осылай жалғастырып тоқи беремін. Так, енді мына екеуін бірге тоқимын. Ол үшін маркерді алып тастау керек. Шыпты қайта саламын. И осы екеуін бірге оң былай тоқып аламын. Аударамын. Ілмекті просто өткізіп аламын. Мына жақтан қысқартқан кезде оң тоқисыз, иә? Ілмекті просто өткізіп аламын. Ары қарай оң тоқи беремін. И мына екеуін бірге аламын. Ол үшін мынау теріс беті, сондықтан маркерді алып, қайта өткізіп, мына екеуін бірге теріс аламын. Көрдіңіз ба? Бірге теріс. И маркерді өткіземін. Специяды. Так, бұл бізде ары қарай кромочный болып кете береді. Ары қарай тоже жаңағыны қайталаймыз. Уже сізде қазір мінеке сразу білініп тұрады, екеуі бір-бірінен алыс тұрады. Көрдіңіз ба? Бұл оң бетіне келген кезде екеуін бірге теріс тоқисыз. Так, тағы да аударамыз. Просто іліп аламыз, ары қарай. Ой, оң тоқимыз. Оң тоқимыз. И мына екеуін не уже келді, теріс тоқып аламыз. Осылай, қыздар, сізде мына жақта 5 ілмек, мына жақта 5 ілмек қалғанша осылай екі шетінен қысқартып отырасыздар. Так, неге менде, қыздар, мына жақта 5 ілмек қалды, и мына жақта 5 ілмек қалды. Ендігі біз мұны артын былай бекітуіміз керек, резинасын. Сондықтан да мына 5 ілмекті қысқартамыз. Үшін осылай оң тоқи береміз. И так, мынау соңғы ілмек. Мына жерде мына 5 ілмек. Осыған біз қазір мына ілмек, екеуін бірге алған едік жаңа. Ал енді қазір тағы біреуісін қосып, үшеуін бірге аламыз. Үш ілмекті бірге аламыз. Көрдіңіз ба? И айландырамыз. Ары қарай тоже оң тоқи береміз. Оң тоқимыз, және мына соңғы ілмек, одан кейінгі ілмек, және мына үшеу. Осы үшеуін бірге аламыз. И айландырамыз. Тура жаңағыдай. Мына жерге дейін тоқып келесіз. И мынаумен қосып мынаны бірге аламыз.
до конца осылай біткенше аяқтаймыз. Мінекей қыздар, аяқтадым. Мында 5 ілмек, ортада 10 ілмек, одан кейін мына жағында 5 ілмек қалды. 5, ортада 10, 15, 10, 20 ілмек. Так, енді біз мына жағын былай бекітуіміз керек. Сол үшін мына ортадағы 10 ілмекті полный қысқартамыз. Үшін бірінші ілмек просто іліп аламыз. Одан кейін мына бастапқы 5 ілмек тоқимыз. Так, 1, 2, 3, 4, 5 ілмек мынау бізде. Одан кейінгі жаңағы бірге алынған ілмек, сонымен келесі 2, 3-еуін қосып, үшеусін бірге тоқып аламын. Үш ілмекті бірге алдым. Так, ары қарай 10 тоқимын. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді мына жақтағы дұрыс қойды. Менде мына жақта 3, 4, 5 қысқартылған ілмегі мынау еді. Сонымен қосып мынаны қысқартылған ілмекті мына соңындағы 5 ілмектің біреуін қосып, үшеуін тағы бірге аламын. Сонда менде мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ілмек қалу керек. Мына жақта 4-еу, мына жақта 4-еу қалды. И аударамын. Бірінші ілмек просто өткізіп аласыздар. Ары қарай 10 тоқимыз. Жаңағы қысқартылған ілмек мынау, значит, соның алдындағы және артындағы ілмек үшеуін бірге аламыз. Мына жақтан теріс тоқимыз. Бірін өткізіп аламыз. Мына жаққа келеміз. Мынау қысқартылған ілмек еді, мынау. Енді соның алдынан артындағы бір ілмекті қосып, үшеуін бірге аламыз. Сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6 ілмек қалды. Мына жақта 3, мына жақта 3 қалды. Аударамыз. Тағы да солай мына жақта мына үшеуін бірге, кейін мына үшеуін бірге қысқартасыз. Осылай жіп аяқталу керек. Біздің уже жіптеріміз қысқартылып, соңында тек 2 ілмек қалды. Ол 2 ілмекті біз просто қысқартамыз. Мен қазір теріс қысқартамын. Осылай қысқартып алып, жібімді шығарам. Маған мына жер тоқу керек. Сол үшін жеткілікті мөлшерде шығарып алып, кесіп аламындағы артық жіпті алып тастаймын. Мынандай 3 бұрышты болып жабылу керек. И ары қарай мынаны тартам. Енді мына ілмекке бізге өткізіп алам. Иненің көмегімен ары қарай артын шабатын боламыз. Тігетін боламыз. Қыздар, мен мына носочкиді теріс жағына аударып алдым. Енді осы теріс жағынан бастап тігемін. Жіп мына жерде тұр. Келесі ілмектер бізде міне осылай кете береді. Қазір мынаған салам. Шығарып алам. Келесі мына ілмек менде. И осыған салам. Осылай кезек-кезек просто тігіп ала беремін. Жеке-жеке өткізсеңіз болады, или болмаса екеуінен бірдей өткізсеңіз болады. Өзіңіз білесіз. Осылай соңына дейін
аяқтап, соңында жібімізді жасырып, мына бастаған жібімізді кесіп әдемілейтін боламын. Қыздар, мінекей, мен носочкиімді тоқып біттім. Өте әдемі, сүйкімді шықты. Мынау арты, табаны және алдыңғы бойы. Бұл 1 жасқа болады. 1 жас, 1 жарым жасқа. Өте сүйкімді. Сіздер де осындай носочки тоқып үйреніңіздер.